Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін колбаса в тесте дайындаймыз. Ол үшін бізге 200 грамм су керек, жылы су, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық дрожж, 2 ас қасық сұйық май керек. Осыларды жақсылап араластырып, кейін жай-жайдан ұн қосамыз. Қасықпен араластыра отырып, мына жасап жатырған колбаса в тесте сигара бөрекке де ұқсайды. Енді осындай қамырымыз қоюланған кезде ары қарай қолмен илейміз, ыңғайлы болу үшін. Жұмсақ етіп, саусақтың ұшымен ғана илеп, осындай жып-жұмсақ қамыр шығады. Бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Жылы жер болмаса, осылай лайфхак менен ыстық қайнаған суды қоямыз, шайнекті. Енді міне көтеріліп, 8-9 бөлікке бөліп аламыз. Домалатып қамырымызды. Қамырымызды жайып аламыз оқтаумен. Осылай ұзын қылып кесіп аламыз. Бізге жарты палка колбаса керек болады. Сосиска тәріздес қылып кесіп аламыз, ұзын-ұзын қылып. Қамырмен осылай орап шығамыз. Сигара бөрекке ұқсайды түрі. Жаңағы осы кесіп қойған ұзын қамырларымызбен орап шығамыз. Босап тұрған жерлерін шымшып аламыз. Саусағымызбен осылай, әйтпесе қуырған кезде ашылып кетуі мүмкін. Сондықтан осылай нығыздап мұқият боламыз. Қамыр артық қалса, осылай пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Және орнын шымшып қолымыздың көмегімен жауып тастаймыз. Қызып тұрған майымызға барлығын осылай салып аламыз, дайындап болғаннан кейін. Беті қызарғанша пісіріп аламыз. Осылай тым жақсы болып шықты. Сырты қытырлақ, әрі жұмсақ. Енді балдарыма сөзсіз ұнады, сразу жеп қойды. Жасап көріңіздер, қазір бөліп көрсетейін сіздерге. Міне осылай тұрады, жұмсақ. Осылай ыстықтай балаларыңыз жеп қояды. Жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.